Армысыздар, құрметті оқырмандар. 23 сәуірде басталған «Мен оқитын 10 кітап» жобасы аясында мен сіздерге өзім оқып шыққан 10 кітапты ұсынғалы отырмын. Біріншісі, әрине бұл Абай Құнанбайұлының қара сөздері. Бұл кітап мен көлігімде, қалтамда жүреді үнемі, күнде ашып парақтап оқып отырамын. Одан кейін осы жақында Қабдеш Жұмаділовтің «Қыл көпір» деген романын оқып шықтым. Өте ұнады. Тәуелсіздік жылдарындағы елімізде болған саяси оқиғалар туралы. Поэзияға жаны құмар жандарға Ұлықбек Естаевтың «Киіз» кітабын оқуды кеңес беремін. Өте табиғи, классикалық өлеңдер. «Ит жүрегі» Михаил Булгаков бұрын мектепте бір оқығам, осы жақында тағы қайтадан оқып шықтым. Бұл жерде адамгершілік мәселесі сөз болады, оқуға кеңес беремін. 86 жыл деген роман, Бекежан Тілеген. Бұл роман туралы әлеуметтік желіден оқып қалып, кейіннен іздеп тапсырыс беріп алып оқыдым. Өте керемет. Желтоқсан оқиғасы туралы керемет туынды жазылған. Сосын шетелдік жазушы Самерсет Моэм деген жазушының әңгімелері Мұхтар Мағауиннің аудармасында оқуды кеңес беремін. Өмірден алынған. Сосын енді қазіргі ел көп сүйіп оқитын Санжар Керімбайдың «Қуыс кеуде» деген кітабында оқуды кеңес беремін. Бірыңғай көркем әдебиет оқымай, осындай мотивациялық кітаптарды оқып тұру керек деп ойлаймын. Сосын өзіміздің Алаштың адуынды ақыны Серік Ақсұңқарлың «Рухтың шалқуы» деген кітабы. Енді мұнда кейінгі жылдар жазылған өлеңдері бар, эсселері бар, поэмалары бар, көптеген дүниесі бар. Осы кітапты оқысаңыз, бір рухани байып қаларыңыз сөзсіз. Оралхан Бөкейдің «Атау-кере» романы жақында оқып шықтым. Бұл да адамгершілік мәселесі сөз болады бұл жерде де. Бұл романды оқысаңыз, жаныңызда бір астан кескен күй кешетініңіз анық. Сосын 10-шы кітап Тәкен Әлімқұлов, белгілі сөз зергері, қазақ прозасының көрнекті өкілі Тәкен Әлімқұловтың «Ақбозат» романын оқуға кеңес беремін. Бұл жерде жылқы тағдыры, қазақ жылқы тектес халықпыз деп айтамыз, жылқының тағдыры және қазақ қызының өмірі астастырып суреттелген кеңес үкіметі кезіндегі қазақы ауылдардағы өмір. Қысқаша осы 10 кітапты оқуға кеңес беремін. Оқып шықсаңыздар, өкінбейсіздер. Рахмет.